Freedom туралы бүгін талқылап көрейік. Осыны сұрайсыздар. Freedom не болды, түсе ма қалай деп. Қазақстандағы кэшбэк бойынша, кэшбэк жағынан, кэшбэк беру жағынан жақсы компания, жақсы банк. Бұл банктан ғана құралмайды. Жалпы Freedom Holding деп аталады. Оның ішіне брокер да кіреді, банк та кіреді, страховка кіреді. Экосистемасы жаман емес. Сондай-ақ арбуз деген, қателеспесем, арбуз деген өзінің продукт алатын магазины бар онлайн. Енді ары қарай өздерін соқып аласыздар, тағы не кіреді, не істейді деген. Қысқаша айтып өтейін. Бұның президенті Турлов Блумбергке сұхбат берді жақын арада. Сол жерде ол өзінің жоспарымен бөліскен болатын. Қандай жоспармен бөлісті? Бұл сіздерге қазіргі алдыға инвестиция жасау үшін сіздерге де бір жоспар ретінде қарастыруға болады. Қандай жоспар деп қарастыруға болады? Қазір көре кетеміз. Так, негізі өзінің сегменті бар. Бұл қандай сегмент? Каспи халық сияқты осы екеуімен кішкене конкурент болсам деген ойда бұл холдинг. Өйткені бұлардың экосистемалары ұқсас. Былайша айтқанда бір-бірін копировать етеді дейді ғой, бір-бірін көшірмес сияқты. Сонымен нақты қазіргі кезде бұлар өзінен шағын емес, капиталы Freedom банкпен ар жақ бер жағы болатындай бір активтері сол Freedomмен шамалас бір банкты сатып алғысы келетін жөнінде бөліскен болатын. Мен яқта бір жаңалығын өзі тұр, 2 февральда шыққан. Соны қарап кетсеңіздер болады. Оның ішінде көбінесе қазір жаңалықтар бойынша Forte банк болуы мүмкін деп қарастырады. Өйткені Forte банкта да сыбыс шықты ғой, шетелдік бір банк сатып алады деп. Сол шетелдік банкқа конкуренция болып, бұларда өз бағасын ұсынуы мүмкін. Сол жағын ойлауға болады. Сосын Forte банктың ішінде өзі Евразиялық банк бар ғой, соның бөлек одан сатып алама, екеуін бірге сатып алама, немесе РБК банк шамалас сондай. Бұл жерде банктарды бөлек-бөлек талқылап өтуге болады, не себепті екені. Евразиялық банк, мысалы, оның басқа банктердің бөлек өзінің несін қарыздарын мемлекетке жапқан болатын. Сол жерін қарастыруға болады. Бір асығып ертерек бірдеңені бітіргісі келетін сияқты. Мысалға, РБК банк неге қарастыруға болады? Өйткені онда корпоративтік клиенттер өте көп, басқа банктермен салыстырғанда. Forte банк енді Freedomға үлкен сияқты, бірақ тоже былай қарастырып көруге болады. Не үшін мысалға үйтіп ойлауға болады? Өйткені тағы да Freedom банктың бір жаңалығы, ол маркетплейсті сатып алады деп айтқан болатын. Бізді сатып алып жатыр деп айтқан маркетплейстардың бірі ол тез маркетплейс. Сол да себеп болуы мүмкін. Тез маркетплейсін бұл Freedom Holding сатып алуы мүмкін. Өзінің мысалы Каспидің өзінде бар ғой. Каспи кейзеті. Халық банкте халық маркет бар. Мысалға, Forte маркет деген сияқты, бұлар сонда өзінің маркетін тез маркет сатып алу арқылы жасақсы келеді деген ойдамын. Өйткені оны жаңадан бірдеңе ойлап таппай-ақ, сол бар нәрсені сатып ала салатын сияқты, менің ойымша. Енді Freedomда не бар? Банк, брокерлік несі бар, тағы қызмет көрсете алады. Сосын қазір телеком, интернет сол жағын қатты ұлғайтып жатыр. Сервистері бар, страховой компаниялары бар деген сияқты. Енді соны ары қарай үлкейту үшін
тағы бір банкты сатып алып, немесе сол маркетплейсті қосып арқылы өзін нарықтағы кәсіппен халыққа конкуренция жасаймын деген ойы бар болуы мүмкін. Менің ойымша. Қазіргі бағасы цена закрытия дейді, $122-123 жабылып тұр. Бұл Nasdaq биржасы бойынша. Енді ары қарай бір жылдықты қараймыз, $180-190 дейін барған кезінде, 5 жылдық графикті қарсаң әдемі көрінеді, бірақ қазіргі кезде жаз көктем соңына қарай баға түсіп келеді. Қарайтын болсақ. Көрсетем екен бе? Так, 5 жылдықпен қандай уақыт бізде? Так, 1 июльға дейін баға өте қатты өскен, 25 жылмен қарайтын болсақ, содан баға түсіп келеді, және бұның жылдық табысы есеп берді, жылдық табысы ғой деймін. 25 жылға есеп берген кезде бұл банк табысын өте көп мөлшерде деп айтамаймын. Ол да әсер етуі мүмкін бағаның түсуіне. Бірақ бұны қысқа мерзімді инвестиция деп қарамайсыздар. Егер бұл банктың акциясын алатын болсаңыздар, онда бұны ұзақ мерзімгі 3 жылға, 4 жылға деп қарастырсаңыздар болады, егер ұзақ мерзімді инвестор болсаңыз. Ал қазір қысқа мерзімге алуға мен кеңес бермеймін. Ары қарай өздеріңіз шешесіздер, инвестициялық ұсыныс емес.